Творожный пирог дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызға қобызтқыш және де тұзды салып, үстіне үккіштен өткізген сармаймызды салып, араластырып, секер салып, тағы да араластырып, жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбеміздің үстіне қаймақ, жұмыртқа, секер салып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Енді формамызға ұн сеуіп, қамырымыздың жартысын салып, енді қалған жартысын жан жақтарына тегістеп салып осылай. Енді осылай шанышқымен түзеп аламыз да, салмамызды салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіреміз. Пирогымыз піскеннен кейін әбден суытып барып кесеміз. Осымен пирогымыз